Сәлеметсіз бе, Емен ата? Сау саламатпын бала. Өзіңнің сабағың жақсы ма? Бәрі жақсы. Сізден бірдеңе сұрасам бола ма? Сұрай ғой балам. Осы ағаштардың арасында бұрын соңды сізден басқа сөйлейтін ағаш болған ба? Болғанда қандай балам. Сөйлейтін ағаш туралы аңыз да бар. Ол аңыз қай халықта таралған, Емен ата? Сөйлейтін ағаш туралы аңызды поляк деген халықтан естейсің балам. Ақылыңызға рахмет, Емен ата. Бүгін уақытың болса, сен балам поляк деген халықтың достық үйіне кірерсің. Сол жерде саған мачей туралы ертегі айтып береді. Сау болыңыз, Емен ата. Ойбай, қаштық, жүгір деймін. Кімнен қашу керек? Алдымен қашып шығайықшы, сосын айтам. Мен қашатында ештеңе істеген жоқпын. Ал сен кімнен қорқып келесің? Біздің сынып мектеп ауласына көшет егуіміз керек. Мен содан қашып кеттім. Мұның жарамаған. Қашқын бек көшет екпеді, оған көрек жетпеді. Айтқан сөзі ұстаздың құлағынан өтпеді. Көшетті көпшілік ексін. Мен гүл, бұта дегендерді ұнатпаймын. Жоқ, Қашқынбек, мен сенімен бірге қаша алмайым. Қайта көшет егу керек болса, сол жерге бара алам. Сені де дос дейді ғой. Достар деген өмір бойы бірге жүрмей ме? Қашқынбек, достар жақсылық жасайтын жерде бірге жүруі керек. Ал жамандыққа екеуі де жоламауы керек. Ақылыңды шұлығыңа тығып қой. Өзің қайда бармақсың? Мен сөйлейтін ағаш туралы ертегі тыңдауға поляк үйіне барам. Жүр, бірге кіріп шығайық. Ойбай, онда нем бар? Ертек тыңдаған қызық емес пе? Маған қызық емес. Тек қашқан қызық. Мен сенімен дос бола алмайым. Сәлеметсің бе? Сәлеметсің бе, досым? Менің атым Бронислава, яғни жақсылық атаулының ең мықты қорғаушысымын. Мен бүгін поляк халқының дәстүрін білуге және ертегі тыңдауға келдім. Әрі полякша бір сөз болса да үйренгім келеді, Бронислава. Онда разумем. Ол қазақшаға аударғанда қандай сөз? Түсінем деген сөз. Сенің түрлі халықтардың дәстүрі мен тілін білгің келетін талабыңды түсінем, досым. Онда сұрағымды қойсам ба, Бронислава? Білгің келгеннің бәрін сұрай бер, толық жауабын берем. Мына үйдің ішінде де сыртында да түрлі гүлдер мен өсімдіктердің суреттері салынған екен. Ол үйді бұлай безендірудің сыры неде? Оның өз тарихы бар, досым. Үйдің іші сыртын түрлі өрнектермен бояп тастауды поляктар залипа дейді. Залипа? Иә, тура солай, залипа. Қандай үлкенді кішілі елді мекен болмасын, ондағы поляк отбасылар тұратын үйлерді еш адаспай табуға болады. Өйткені поляктар тұратын үйлердің аппақ қабырғалары мен қақпалары ерекше гүлдерге толы. Бұл сурет арқылы салынған алуан түсті гүлдер көшеге көрік береді. Айналадағы тұрғындардың көңіліне қуаныш сыйлайды. Польшадағы үйлердің ішкі және сыртқы қабырғаларын гүлдердің суреттерін салып безендіру 19 ғасырда пайда болды. Алғаш рет бұндай суреттер Залипа атты деревняда салынды. Осы ауылда ескі пештерді мұржасы сорайған жаңа пештермен жаппай ауыстырыпты. Сонда бұрынғы пештен қабырғада қалған күйелерді кетіру үшін оны әктейді. Бірақ күйенің бұрынғы ізі бәрібір қалып қойған соң, соның ізімен түрлі бояулар жағады. Осылайша қабырға мен пешке сурет салатын жаңа дәстүр пайда болды. Оны бүкіл поляк қауымы қолдап кетті. Бұл өнер алғаш шыққан деревняның атымен Залипа деп аталды. Тіпті үйдің ауласындағы құдық пен иттің үйшігіне дейін осылай бояп қоятын болды. Өзінің тұратын құтты қонысына залипа салу кейін әрбір поляк үшін міндетті сияқты болып кетті. Сондықтан қай жерде поляк тұрмасын, сол елді мекен ерекше шырайлы болып көз қуандырады. Рахмет, Бронислава. Залипаның сырына қанықтым. Өте әдемі өнер екен. Біздің халықтың тұрмыс салтынан сені тағы не қызықтырады? Халықтың көңіл көтеретін қызық салттарының ішінде біреуін айтшы, Бронислава. Ондай дәстүрлер жеткілікті. Поляктар табиғатынан тойшыл халық. Біздің қазақтар сияқты десеңші. Оның рас. Бронислава, жаңа бір қызық түрін айтам дедің ғой. Оның аты көлик. Көлик дейсің бе? Иә, көлик. Яғни шанамен серуендеу. Қыста қар түскен соң әрбір деревняда осы көлик басталады.
Жылдың 4 мезгілінің қайсы болмасын, поляктар үшін өз қызығы мен қуанышын ала келеді. Бұл халық әрдайым көңілді өмір кешеді. Небір қиын уақыттың өзінде ән мен биге, күлкі мен әзілге бейім тұрады. Қар мен аязды қыстың айларында түрлі көңілді сауық сайран жасалады. Оның ішінде Польшада Кулик мерекесі ежелден келе жатыр. Жас шанаңды сайла демекші. Бұл қуанышты күн үшін халық шаналарын алдын ала майлап, сайлап, дайындап қоятын болған. Кулик мерекесі келгенде бірінің артына бірі ерген шаналардың керуені басталады. Олар қысқы таза қарды қақ тіліп әр тұстан ағылып бір алаңға жинала бастайды. Жұрт өзінің ең көрікті сырт киімдерін киеді. Сосын бірінің артынан бірі ерген шаналар шеңбер жасап айналып, бір үйдің алдына тоқтайды. Ол үйдегілер тәтті дәмдісін алып шығып шанадағыларға ұсынады. Сосын өздері де шанаға отырып, мерекелеуші көпшілікке қосылады. Куликті әсіресе балалар асыға күтеді. Ол күні бала атаулы дәмді тамақтарға тояды, әрі сыртта таза ауа жұтып, жұрттың әндері мен билерін тамашалайды. Кулик кезінде әрбір поляк өзінің үйінің алдында серуендеушілер келуін асыға күтеді, әрі оларға қосылып өнерін көрсетеді. Кулик деген өте қызық мереке екен. Айтпақшы досым, қарның ашты ма? Жүрек жалғап алғанның артығы жоқ, Бранислава. Онда мен сені жүрек деген тағамнан ауыз теуге шақырам. Жүрек дейсің бе? Қазақтың жүрек деген сөзіне ұқсайды екен. Ал поляктың жүрек дегені сұйық тағам, сорпаның түрі. Оған тойып алсаң, ұзақ уақыт қарның ашпайды. Бранислава, жүрек неге ұзақ уақыт қарын аштырмайды? Оның қандай құпиясы бар? Міне, біздің асханамызға қарасаң, жүректің барлық сырына қанығасың. Поляктар ауыл шаруашылығымен сан ғасыр бойы айналысқан халық. Оларда егіншілік мәдениеті қатты дамыған. Дәнді дақылдар ішінде қара бидайға қатты мән берген. Жүрек жасау үшін алдын ала қара бидай ұнына ыстық су мен ашытқы және дәмдеуіштер қосады. Ол бірнеше күн ашып, өз бабына келеді. Міне, осы ашыған қара бидай езіндісін жуыр дейді. Енді саңырауқұлақты малдың төс етін 1 сағаттай пісіреді. Сол сияқты картоп пен сәбізді, қабығы аршылмаған пиязды да пісіріп алады. Ақыры піскен ет пен саңырауқұлақты және басқа ыдыстарға картоп пен сәбіз, пиязды ұсақтап турап, бәрін ет піскен сорпаға қосады. Содан кейін бұған қалауынша қара бидай ашытқысын, яғни жуырды қосады. Міне осылай ыстық сорпа, яғни жүрек атты тағам жасалады. Жүрек атты бұл сұйық тағамның дәмі жай сорпадан ерекше, және оның құнарлығы қосылған жуырдың мөлшеріне қатысты. Жуыр жақсылап қосылған мұндай сорпа көп уақыт бойы қарын аштыртпайды. Бәрі дәмді болды, Бранислава. Жүрек атты сорпа ұнады. Саған ұнаса болды. Енді басты бұйымтайымды айтайын. Айт, оны да орындаймын. Мен поляктың сөйлейтін ағаш туралы ертегісін естігім келеді. Ол Мачей туралы ертегі ғой. Мына кітапта бар. Жақсылап оқып ал. Рахмет саған, Бранислава. Саған да рахмет, қазақ досым. Поляктардың мәдени орталығына келіп тұр. Сау бол!